Ерте заманда ұлан-ғайыр қазақ даласында ержүрек сақ халқы өмір сүрген. Олар өз жерін жанындай жақсы көріп қорғай білген. Сақтардың арасында Шырақ есімді батыл әрі ақылды жауынгер болған. Оның ең үлкен арманы елінің тыныштығы еді. Бірде жау әскері қауіп төндіргенде Шырақ елін құтқару үшін ерекше айла ойлап табады. Ол өзін жарақаттап, жаудың сеніміне кіруге бел буады. Шырақ парсыларға барып, мені өз елім ренжітті. Сендерге олардың бекінісіне баратын төте жолды көрсетейін, деп алдайды. Жау оған сеніп соңынан ереді. Батыр оларды кең, сусыз шөл далаға бастап апарады. Күн өте ыстық болып, жау жауынгерлері су таппай әлсірей бастайды. Бірнеше күн өткенде жау әскері толығымен қажып, адасқандарын түсінеді. Олар Шырақтың соңғы сөзін күтеді. Шырақ тоқтап, мен өз отанымды қорғау үшін сендерді осы шөлге алып келдім. Енді менің елім қауіпсіз, деп нық айтады. Шырақтың бұл ерлігі отанды сүюдің, батылдық пен адалдықтың мәңгілік үлгісі. Оның есімі тарихта мәңгі қалады.